Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін мамырдың 14-ті. 14 мая. Сабағымыздың тақырыбы денені шынықтырудың пайдасы. Польза физической культуры. Пишем дату и тему. Бүгін сіздер денені шынықтырудың пайдасы туралы білетін боласыңдар. Және де жаңа сөздермен танысасыңдар. Сабағымыздың жаңа сөздерін дұрыс айтып үйренейік. Шешім, қатысу, жаттықтырушы, жанкүйер. Теперь пишем, ребята. Шешім, решение. Қатысу, участвовать. Жаттықтырушы, тренер. Жанкүйер, болельщик. Енді балалар, суретке қарайық. Бұл қай жер? Дұрыс айтасыңдар. Спорт зал, яғни жаттығу алаңы. Енді балалар, осыған байланысты диалогты мұқият тыңдаймыз. Яғни мәтінді, текстті дұрыстап тыңдаймыз. Мұқият тыңдаймыз. Внимательно слушаем. Сұңғат бүгін жүгіруден жарысқа қатысады. Сол себепті ол ерте тұрып, спорт залға келді. Ол ішке кіріп, таң қалды. Үлкен атасы мен кіші атасы да осында келіпті. Таң қалған Сұңғатқа үлкен атасы: «Балам, неге таң қаласың? Біз бүгін сенің жаттықтырушың әрі жанкүйерің боламыз», деді. Тыңдаған диалог түсінікті болса, мен сендерге оны қайтадан оқып берейін. Сұңғат бүгін жүгіруден жарысқа қатысады. Сегодня Сұңғат примет участие в беге. Сол себепті ол ерте тұрып спортзалға келді. Поэтому он встал рано и пришел в спортзал. Ол ішке кіріп таң қалды. Он вошел и был удивлен. Үлкен атасы мен кіші атасы да осында келіпті. Его дедушка и прадедушка пришли сюда. Таң қалған Сұңғатқа үлкен атасы: «Балам, неге таң қаласың? Біз сенің жаттықтырушың әрі жанкүйерің боламыз», деді. Прадедушка сказал Сұңғату: «Сынок, почему ты удивлен? Мы будем твоим тренером и болельщиком». Өте жақсы балалар, мәтін түсінікті болса, біз тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Бірінші сұрақ: Сұңғат неліктен ерте тұрды? Почему Сұңғат встал рано? Екінші сұрақ: Сұңғат ертемен қайда келді? Где Сұңғат прибыл рано? Үшінші сұрақ: спортзалда ол кімдерді кездестірді? Кого он встретил в спортзале? Төртінші сұрақ: Сұңғаттың аталары қандай шешім қабылдапты? Какое решение приняли дедушки Сұңғата? Өте жақсы балалар, енді есте сақтаңдар. Запомните, ребята, дене шынықтыру адамның өмір жасын ұзартады екен. Физическая культура продлевает жизнь человека. Адамның бойына күш береді екен. Придает силы человеку, Енді екінші тапсырма: дене шынықтырудың пайдасын жазамыз. Қандай пайдасын білеміз? Какую пользу вы знаете? Какие пользы? Қандай пайдаларын білеміз? Жазып шығамыз. Осылай дөңгелек қылып дәптерге сызып аламыз, кластер сияқты қылып. Денені шынықтырудың пайдасы деп жазамыз. Және жан-жағына стрелкамен, яғни
сызықтармен жазып шығамыз. Түсінікті ме, балалар? Енді маған осы 2 тапсырманы орындап, WhatsApp-тан жібереміз. Я буду ждать, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.